мында қадан төбелеп. Сол айтқандай ағайындар аздап алып отырыңыздар. Мынау біздің ауылда бір өлең бар. Ауылымыз атақты, майбұлақты, батақты, төбелес той болмас шығарындар шатақты. Bir төбелес шығарып кетейік енді. Шеті шығып келіп қол сияқтымыз. Ақыр тойға келген бір төбелес шығарып кеткен дұрыс қой. Ал енді мін талған мың жаса, көңілің дария бола берсін. Біз сияқты бауырларың сенің тойыңда күліп ойнап келе берсін. Ал енді мынау екеміздің ортамыздағы екі жас енді бұлай жеткенде жас емес сияқты, бірақ жол бойынша жеңге дейсің ғой енді. Әйтпесе екеуміз бауырымыз. Осы біздің үйдегі мен кейде қабағым қату болып келсе, соғыс министр деймін. Ақша керек болса финанс министр дейміз. Екі министрдің біреуі сөйлесін, ары қарай содан кейін біз орнымызға отырайық, құдай қаласа таңға дейін тойын тамашалаймыз. Әрбірімді теңеймін аспандағы ақшолпанға. Жаным-ау, не жоқ мынау қасиетіңнен айналайын. Дастархан дегілі, құрметті достар, қадірлі қонақтар, осындай қызықты кеште, көңіл ортада мынау талған жан 30 жасқа толып жатқанда, 30-да орда бұзбасаң, 40-та қорған алмайсың деген бар. Ал қазір Времен не дейді ғой, тілмен мақалға келтіргенде 30-да ормасаң, 40-та қырмайсың деген және бар. Аталған жан, енді жеттің арманыңа. Білсең екен 30-да бір аруды қармағыңа. Талған жан, тұрған жерің Алматыдай қала болсын. Үйіңнің шаңырағы биік болып, ішінде папалаған бала болсын. Бүгін міне сенің туған күніңде. Қандай тілек айтсам екен, бауырым? Ойлап қарасақ, өмірдегі өзі үлкен бір парасаттылықтан жаралады деген. Адам дүниеге үш рет келгеннен өзінің азамат болып туылып қалса керемет жақсы болар еді. Ал біз адам болып өмірге келеді екенбіз, азамат болып талпынып өмірден өтіп кетеді екенбіз. Ал енді талған жан, сен бұл өмірге келген азаматсың. Азаматтығыңа мінекей достарың куә. Ал енді өңшең осындағы дара, жарық тұлғалардың арасында ойлап қарасам, не дер едім, өнердің өрнек салдың жартасына, ұрынбадың батыраштың балтасына. Сондай батыраштардан Құдай сақтасын. Тіл көзден Алла тағалам саған үлкен бір шарықтау, шыңырау биік берсін. Байқамайды екенбіз, бақыт деген екеуміз деген. Сондықтан сол бақыт екі адамнан жарып тұрады. Сол бақытыңды өзің іздеп тап, ол яғни арман құсың, арман бақыттың сүйген жарың болу керек келешекте. Ал енді мінекей 30 деген аз жас емес. Кезінде 28-інде дүниені таңғалдырған Шоқан Уәлиханов ағамыз екен. Әлемге, Европаға терезе ашқан зиялы қауымдардың бәрі 30-ында көп нәрсеге қол жеткізген. Ал енді талған жан сен 30-да отау құрып, сол 30-дағы тойына келіп жатсақ, оның өзі бір керемет деп ойлаймын. Талған жан ақтасам жарайдау сеніміңді, шіркін-ай кім сүйер екен, мынау алғызыл Арыстанбап, Қожа Ахмет, бабаларым, баба түкті шаштар. Жартылай орысша, жартылай қазақша сөйлейді ғой. Содан үйге келгеннен кейін ол келін ерте жатып кеш тұратын, ата әже шай кел деп тұратын келін болады ғой. Ерке балаға түскен келін қайбір оңады дейсің. Содан бір күні шалмағыз балаға айтып келінді тілін алдыра алмағаннан кейін таңертең сағат 6-да тұрып алып есіктің алдын сыпырып жүр дейді, сыпыртқыны қолына алып. Бала мен келіннің ұйықтап жатқан терезесін алдым. Сөйтсе мен сенің 80-ге келгенде селкілдеп, үйірімізді айрандай төгейін дедім ба, қой біздің келін түсірген үй деп айтады. Ұятып қалады ма, келін сыпырады, сәлден кейін тұрады ғой деп айтады дейді. Сыпырғына бер десе бермейді. Біресе маған, біресе саған атам мен әжем екеуі таласып жатыр дейді сыпырғыға. Содан әлгі жерде екеуі айғайласып жатқанда іштегі бала оянады ғой ұйықтап жатқан. Сөйтіп келінге айтады дейді, қатын, қарашы ана не болып жатыр деп. Келін бауыз терезенің ақырын ашып қараса шымылдаған. Сыртта атам мен әжем таласады сыпырғыға. Бірінен бірі тартып аламай жатыр. Сосын келін айтады дейді, әй,
Что-то твои родители там дерутся, по-моему, веник не поделили, я не пойму, что ты деп айтады дейді. Қой деп айтсаңшы енді дейді. Сөйтсе, терезені ашып айтқан екен дейді. Ай, аташка, апашка, дедушка, бабушка, зачем таласасыңдар? По очереди. Бүгін атам подметает, завтра апам подметает, вот тогда жарасасыңдар деп айтады дейді. Бірақ талған алсаң ал, ақылы атына заты сай, ақылы мені көркітен келетін, қонағыңды күліп қарсы алып, күліп шығарып салатын, сондай бір жақсы ниеттісің. Мынау Құдайдың өзі саған біреу қарыз ғой, беретін шығар. Енді 30 жыл жастықпен жолдас болып, ұят қой, береді ғой біреу. Сонымен қадірмен ағайын. Анау қазақта сөз бар ғой. Шықты. 30-ға орда орнамас бұзбасаң, 40-да қамал алмайсың деген. Шықпай тұр, красный ма? Өз құлам бағытынан таймай, өмірдегі серігіңді тап, бізден сенің сол бір қуанышыңа, сондай бір үлкен тойыңа келіп, таң атқанша шаршап шалдығып, осы төрт аяқтап құлайтындай болып еңбек етейік сол тойды. Негізі күткен тойымыз сол той еді талған. Соған енді аман есен жеткізсін, сол тойды бас қосайық енді. Оны ары қарай әңгіме айтпаймыз енді. Ал келесі сөздің кезеңін ары қарай жалғастырып бере беремін. Әңгіме айта алмайсың. Талған аға, туған күніңіз құтты болсын. Бақытты болыңыз. Талған туған күнің құтты болсын. Саған бақыт қуаныш тілеймін, денсаулығың құтты болсын. Және арманыңның асылына, бақытыңның биік шыңына жетелер. Ортаке, ол шығасың. Саған үлкен тілегім, саған өз жолында, өз сол жолда, ақ жолда жүргендіктен саған біріншіден Алла тағала жар болып, аруақтар қолдай берсін. Бірақ бір нәрсе асығыс. Сені күтіп жүргеніміз бар, жеңгені тезірек көрсет. Сөз көбейте бермейік, өзім бір жақсы көретін ән бар ғой. Гаухар Әлімбекова деген бір жақсы жас композитор қыз бар, Надияға, өзіңіз білесіз ғой. Соның ана бір тамшы көзің жасындай деген бір жақында бір әні шыққан. Соны Талған жақсы көріп жетті. Соны орындап берейін Талған. Питер. Жайымды айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай, жаным-ау менің мөлт еткен бір тамшы көзді жасындай. Bir tamşı közlü jasında değildi közgülümün endege özündü canım siz mölk etken bir tamşı közdün jalasından bir tamşı közdün bir tamşı közdün jasından
Ләззәтің болса шекердей, қайғыңда маған жетердей. Ақырған сайын жүрегім жүреді. Аузымнан шығып кетердей. Жайымды айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай. Жаным-ау менің мөлт еткен бір тамшы күздің жасындай. Bir tamşı közdün, bir tamşı közdün jasınday. Bir tamşı közdün, bir tamşı közdün, bir tamşı közdün jasınday. Sonal gün sizge bölükçe kit alıştırdı. Kit alıştırdı, iyileşe kit alıştırdı. Kanı şekil solgunla salim getirgen kit alıştırdı. Kit alıştırdı. Salim getirgen bizdirdi. Zeynep'e dökün. Yapraklarını alsa aynı dökün. Yaprak diktik biriniz kit alıştırdı. Hayda gittiniz. Hayda gittiniz. Tadım solay bilemin, barnağım dek. Barnağım bir kaydıyım, karnağım dek. Oğlan ben oğlan, harrımdı da. Sağlam tek, sağlam tek. O vakit gelip canımdı, cırcık güldü. Altın günün gelişe serdesizdi. Yapraklar şaşlardan vurulduğunda gidin seremezsiz mi? Seremezsiz mi? Yaprakların şaşlardan durulduğunda diliniz kalmaz, doğru mu? Seremezsiz mi? Seremezsiz mi? Son gün sizge bölükçe kit alıştırdı. Kit alıştırdı, iyileşe kit alıştırdı. Kanı şekil solgunlu salim getirgen kit alıştırdı. Kit alıştırdı. Salim getirgen bizlerinde Zeynep'e dökün. Yaprakların alsa aynı dökün. Yaprak diktik biliniz kit alış aru. Kayda gittiniz, hayda gittiniz. Adım solay bilemin, barnağımın bek. Barnağım bir kaydıyım, karnağımın dek. Oğlan ben oğlan, harnağımdı da. Sağnağımın tek, sağnağımın tek. O vakit gelin canımdı, jarıcı ettimdi. Altın yerin benim şehirseliniz mi? Yapraklar şaşlardan vuruldunuz da. Gidiniz, muhtar. Kim olasınız ki? Tanımazsınız mı? Yapraklar şaşlardan vuruldunuz da. Gelen tanımazsınız mı? Tanımazsınız mı? Sonal gün sizge bölükçe kit alıştırdı. Kit alıştırdı, iyileşe kit alıştırdı. Kanı şekil solgunlar senin destirgen kit alıştırdı. Kit alıştırdı. Senin destirgen bizlerde Zeynep'e dökün. Yaprakların alsa aynı dökün. Yaprak diktik biriniz kit alış aru. Kayda gittiniz, hayda gittiniz. Adım solay bilemin, barnağımın bek. Barnağım bir kaydıyım, karnağım dek. Oğlan ben
Soğuzuzge bölükşe ki tanıştırdı. Ki tanıştırdı yiyişi si tanıştırdı. Kanı şekin solğunu senin getirgen. Bir tanıştırdı. Bir tanıştırdı. Senin getirgen bildirdi. Şöyle öttü kız. Yaprakların altına ayrı öttü kız. Yaprak dikkat biriniz. Bir tanıştırdı. Kayda gittiniz. Kayda gittiniz. Akıl kolay dilimiz parmağımdık. Parmağımda kaydıyım karmağımdık. Onam, karnlarımda da sarmağımı tek, sarmağımı tek. O vakti gelir canımda tercih etmişti. Altın yerin şehzade size. Yapraklar şaşlardan kurulduğunuzda yüzünüz nerede kokuyor? Yapraklı kokuyor. Tanımazsınız ya. Tanımazsınız ya. Yapraklar şaşlardan kurulduğunuzda yüzünüz kullanana hamburger tanımazsınız ya. Yapraklar şaşlardan kurulduğunuzda yüzünüz kullanana dişi. Durana. Tanımazsınız ya. Soğuzuzge bölükşe küt astırdı. Küt astırdı yiyişi küt astırdı. Kanık şekin solğunda senin getirgen. Bir tanıştırdı. Bir tanıştırdı. Sen getirgen bildirdi. Şöyle öttü kız. Yaprakların altına ayrı öttü kız. O vakit gelir canımdan tercih ettirdi. Al bir gelin gelin şehzade hepsini. Yapraklar şaşkadan kurulduğunuzda yeriniz kelimeme söylemez sizi. Yapraklar şaşkadan kurulduğunuzda yeriniz kelimeme anlıyorlar. Söylemez sizi. Söylemez.
Популярный әнші. Ömür dolama arma şevkim çalgana. Сөзін қаяқтан шығарып Өтірік айтып алдым маған. Басқа айтып жатыр әже. Жаңадан шығарып жатқан әні ғой бұл. Ömrüm dolmasın şahsınakta çekilsin. Anlaytamın sana bir beni bugün gelgilsin. Enşiler gitsenimi Басқа бар ма? Басқа. Қатып кетіп жүр ме? Take a
Енді тыңдайтындарыңыз қымбаттағандар. Уақыттығы сөз қысқа кетіп тұрып соғысқа демекші. Қайтады уақыт келді. Енді тыңдайтын әндеріңіз Пачингенский, дәуірға түш. Дәуірға түш. Nerede cansı bilegen jigitler бар сияқты. Қайда кетіп қалды? Аттарын да білмеймін. Білеттеріне білмеймін. Нұрлан Бержанда тұрған. Бергеш? Бағана Ақмарал деген қарындасымыз қайда кетті? Жақсы білеген үшін. Рахмет. Ақмарал. Терлеп теріс асып кеткен шығар. Үйге барып иіс салмай жуып, иісін тағып алады. Там мына жерде жақсы